ашық шашайын деп тұрсың ба? Болсай. Мынау шерегін көтеріп әлі жүр, суалмаған. Ана бас ұйтылып жатыр ма? Болыңдар тез. Сендер не істеп жатсыңдар? Дайын ба анау? Ой, бойы паркта жүрген мынау не істейді? Бол тез. О, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз жақсы ма? Ренжімеңіздерші. Дастархан жайып үлгірмей қалдық. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Екі қаншық. Қайда жүрсіңдер, а? Кешірін сөйлеп бай, біз кешіп қалдық. Көріп тұрым. Қалғандары қайда? Олар келмейміз деді. Келмейміз деді ма? Естің ба? Ештеңе жоқ. Ісім солармен болады ертең. Не тұрыс? Қораға кіріңдер де барып тазалаңдар. Шиық қарынды. Орындарың сол сендердің. Ұйғын шығылшы. Кет көзіме көрінбей. Сметаны қорғамаймыз ба? Ахметқа бар жатырмыз. Аңсағанда бірге бара ма? Басты қосы ғой, барат. Сен аңсағанды маған тастап кет. Екеуміз қазір бірге барып аэропортқа келінді алып келеміз. Қойшы, саған ақыл кірді ме не? Иә, кірді ақылым. Аңсаған, бірге барамыз, жүр. Не болды, мама? Келіні кетіп қалды деген өсекке қалам деп отырсыз ба? Үлгермейміз бәрі. Боларсыз болды. Ей, тоқта, мен саған айтып тұрмын ғой, бірге барамыз деп. Өзің кетірген келінді өзің алып кел. Good morning. Goodbye. Goodbye. Ай, көрші тез мені аэропортқа жеткіз. Қамар жапайым. Бұл Сәуле апаның қонақтарын күтіп алуым керек болсын емес пе? Олардың қонақтарына өздері келе алмай ма? Ой, кетші. Ай бала, әкең қайда? Олар Сәуле апаның үйіне кетіп қалды. Ой, шыңеш, сен бәрі Сәуленің соңында жүр ма? Енді істесем екен. Ол азамат жүріңіз, қамайын. Мама! Қамайын. Мама! Не? Келсе жауап берем дедіңіз ғой. Қой кетер, мен сені танымайым. Мама! Жүріңіз. Жүріңіз, қамайын. Аэропорт. Мама! Мама, мен шолпан күйім ғой, мама! Götüreyim. Құрметті Күрішті ауылының келіндері мен абзал жеңгелері. Бүгін міне, абысын тату болса аз көп дегендей, барлықтарыңыздың бастарыңызды қосып, ауылымыздың бетке ұстар келіні Сәуле апайымызды салтанатты түрде генерал келін атағын беруге жиналып отырмыз.
Сәуле сақтаған қызы. 1967 жылы Күрішті ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек ауыл молдасынан білім алған. Ойбай ау, мынаны тура абай құнанбай қуып жіберіпті ғой, масқара бүйтіп. Ауыл мектебінен білім алған. Айғыз, Алматының самолеті қайда? Саламатсыз ба? Болды, сіз үлгерген жоқсыз, регистрация уақыты аяқталды. Ой, регистрацияның ішіне істейін. Келінім тауып бер деймін. Апай, аэропорттың іші үлкен, адам көп, келіңізді қайдан табам? Айғыз, егер қазір сен тауып бермейтін болсам, кіремде қазір өзін тауып алам. Не айтып тұрсың? Апай, ол жаққа кіруге болмайды. Регистрация уақыты баяғыда аяқталып қойған. Қалайсың, айналайын? Жақсы ма? Мамаң жақсы ма? Жақсы ма сен? Танисыз ба кісіні? Танимын ғой. Ой, апай. Апай деймін. Апай. Апай. Апай деймін. Апай. Апай, тұра тұрыңыз деймін. Сіз қайда кеттіңіз? Тұра тұршы. Апай, сіз қызық екенсіз. Бұл жерге кіруге болмайды. Рұқсатсыз. Самолет ұшайын деп тұрған. Айналайын, мен отбасымның күлі көк ұшайын деп жатыр. Керек десең ана самолетін тоқтатып тастайын. Жібер мені. Лияжан, қазір. My dear келін, I am so sorry айналайын. I know I was wrong. I was so egoistic about your happiness with аңсаған. I was so wrong. Forgive me, let's go home. Үйге. Түсіндім, мама. Сіз де мені кешіріңіз. О не деген сөз? Түсінбедім, айналайын. Қалсайшы. Егер сіз қаласаңыз, мен қалайын. Не, қалғың келмей тұр ма? Енді мен кінәлімін. Сенен кешірім сұрап өзім келіп тұрмын ғой. Please. Үйге барамыз ба? Құдай-ай, мынау не деген қырсық келін. Мен өзімнің үлкен басымды кішірейтіп саған мына ақсамайыммен келіп тұрмын ғой. Уайтсамай. Қайтайықшы үйге жаным. Апа, ол қалуға көніп тұр ғой, несіне қиналып тұрсыз? Рас айтасың ба? Әй, сен қыз ертелі көзің бақырайып ана жақта отырғанша келіп түсіндірмейсің ба маған? Айналып қана кетейін. Аппақ келінім ау менің. Жүр. Апай, болды ма шабедейік па? Ай, оны мен емес қой шешетін. Жүр. Айналып қана кетейін. Толғанып қана кетейін. Ауылда бір апамыздың туған күні болып жатқан ғой. Сөйтсе барлық жақтан келген туған туысқандары, жаңағы қыздары бәрі апа 100 жасаңыз, мама 100 жасаңыз деп тілек айтып жатқан ғой. Сөйтсе үйдің ең кенже келіні айтады дейді да. Кемпірде өздері бақпағаннан кейін оттай береді деп айтады дейді. Олай болса, бүгінгі отырысымыздың ең маңызды сәтіне кезек берейік. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен біздің ауылымыздың ақылшысы, ауылымыздың ардақтысы генерал енемізге сөз берейік. Апа, тұрыңыз апа, келіңіз. Қарақтарым, видеоға. Біздің ауыл ата-баба тәрбиесін ұрпақтан ұрпаққа ұластырып келе жатқан киелі ауыл. Оның бер жағында келіндер тәрбиесі бір бөлек. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету келіндердің мойнында. Енді сендерге тапсыратын бір үлкен тапсырма бар. Өздеріңнен кейін келе жатқан жас ұрпақты
заманауи біліммен қамтамасыз етіп өсірулеріңді сұраймын. Енді осыны іске асыратын генерал келінді тағайындағалы отырмыз. Генерал келін атағын... Қараңыздаршы, анда Қамажай жеңше аппақ келінді қайта алып келіпті. Ой, қайда кеттіңдер, а? Ей, тұра тұрыңдар мына жақта. Ей, тәрбие көрмеген бамыналар. Генералымыз қалып қалды ғой мына. Тоқтаңдар, шой. Кім келді дейді, кімді алып келді, кімді қайта жіберген. Қамажай Қамажай! Көшені айналып өтсең немене? Ішіңге бетін бе да? Менің тойымның шырқын бұздың ғой сен. Ей қатын! Ана келінді қайта алып кіргенсің ба? Қайтып кірген қыз жаман дейді. Ол саған бақыт әкелмейді. Түсіндің ба? Әкелмейді. Үш, бұғай дедік. Ей, ішіңе сен Сәуле. Қашаннан бері мен сенен қай көшемен жүретін сұрайтын болғанмын, а? Әлде генерал келін болдың деп мен маршрутын сызып бересің ба? Ондай әңгімелеріңді ана айналаңдағы өсекші келіндерің айтарсың. Я, мен келінімді қайтып алып келдім. Мен қателесіппін. Сөйтсем келінім артық екен. Алтын екен бәрінен. Бар кінә менде екен. Неге дейсің ба? Өйткені мен осы уақытқа дейін өмір бойы өсекке толы сасық пікірмен ғана өмір сүріп келіппін. Сендердің айтқаныңа еремдеп, келініме қиянат жасадым. Мен қазір ештеңеден өкінбеймін. Қателігімді ертерек түсініп, отбасымның абыройын аман алып қалғаныма қуанып тұрмын. Ей, Сәуле, сен бері қара. Генерал келін болу оңай. Ал оны алып жүру өте қиын. Саған айтар соңғы ақылым осы болсын. Сен өз соңға кімдерді ертесің? Соңға ергендерге сен қандай тәрбие бересің? Соны ойладың ба, Сәуле? 10 жерден айналаңа өсек айтып жетістікке жеткеніңменен, бұл ауылдың сыйластығын сен ешқашан ала алмайсың. Так что, атағың да, даңқың да, абыройың да бәрі өзіңе аманат. Ал мен қалған өмірімді тек қана отбасының бақытына ғана арнаймын. Болды. Жетер. Жүр айналайын. Ай, Қамажай. Тоқта. Не істеп жүрсіңдер? Кімді келіндерге басшы сайлайын дедіңдер? Сәуле менің туған келінім болса да айтайын. Ол басшы бола алмайды. Оның аңдығаны сөз, айтатыны өсек. Бұндай адамнан келіндерге қандай үлгі өнеге болады? Жасы келген адам ғой енді. Алшайын деген, алшайын. Жап аузың. Жап. Қамажай менен Сәуле екеуі ауылға бірге келін болып түсті. Қамажайдың алғырлығын, тәрбиелілігін Сәулеге ылғи да айтып отыратынмын. Содан үйренсін, үлгі алсын деп ойладым. Содан ол намыстанды ма? Қамажай менен жарысып, одан арман өсекті тыңдап, әңгіме айтатын болды. Тағынан құлатты. Басшы қалай болса, елде солай. Егер Сәуле басшы болатын болса келіндерге, олардың айтатыны өсек, тыңдайтыны әңгіме болады. Әй, Феруза, сен дана келінсің. Сен осы жолы қателесейін деп тұрсың. Қамажайға теспе. Қамажайдан асқан келіндерді тәрбиелейтін
адамды таба алмайсың бұл ауылдан. Апау, ниетіңізге рахмет. Бірақ мен айтарымды айттым. Ау, ой, жалғастырмаймыз ба? Оу, апа! Өй! Ай! Ау! Не отырсың барған шай? Жоқ, мынаның тұстырап келгенше әкесіне ұзыртайын. Оны да бер сала бермейсің бе? Салып қойдық па? Мама помидор бар ма үйде? Помидор бар ма? Ала не болды? Хабарласты ма? Облыстан Алматы звондаймын деп еді. Не болды? Алматы звондамаған. Содан айтсам ше болды. Айтпайтын жоқ кәдімгі. Папа, қойшы. Ұсталып қалдың ғой, ұсталып. Қамажай, менің жасым ұлғайды. Мүмкін алжыған шығармын. Мүмкін мұна ауылдағы әйелдердің өсегіне ілесіп кеткен шығармын. Енді қайтесің? Жасым болса келді. Екі бала болдың ба деген осы шырағым. Бірақ сен де қателігіңді мойындадың, түсіндің, түзелдің. Оған да рахмет. Ал енді келініңе келетін болсақ, бүкіл мына әйелдердің тәрбиесін қабылдап, қазақ болуға тырысып келе жатыр. Оған мың алғыс. Енді мен көзімнің тірісінде, өзімнің орныма сені генерал ене етіп тағайындағым келіп тұр. Мә қарағым, ал. Ең бастысы, ауылдың ауыз біршілігін мықтап ұста. Ал енді, жолың болсын, шырағым. Қандай әдемі. Ең жақсы генерал. Менің генерал енем келе жатыр, солдат қатындар!Ошыңыз сен мынау ек қабат екен ғой. Шықты. Құтты болсын. Иә, құттаймыз сені, молодцы. Что тудың? Мен ғой мен. Ырбыңдама. Ятес, біздің бала. Ай, папа. Құдай-ау, жаным-ау, жеттім-ау. Жолыңа кетейін, құлыным-ау. Қате ғону, братан. Өшіге сен. Не болды? Немерелерімізді ағашына тартып кетсе қайтеміз? Жатшай, маңырамайды.